Достар, бүгін бізде шампуньдарға эксперимент жасайық. Мынау Greenleaf компаниясының шампуні 1 литр, бальзамы бәрі бірге, экономный шампунь. А мынау LC фирмасының шампуні. Шампунь бізде бессульфатный, химикаты жоқ, бір түйір. Химикатқа нетіп көрейік, эксперимент жасап көрейік, давайте. Химикат бар жоғына, Мынан ішіне обычный су құйдық, обычный су құйдық. Енді шампуньді қазір чуть-чуть саламыз. Так, мынау Greenleaf компаниясының шампуні. Мынау LC'тен чуть-чуть саламыз, Бұны араластырайық, Ультрафиолетовый фонарымыз бар, осымен тексереміз қазір. Көрдіңіздер ғой, светлый болып тұр. Светлый болса, бұна химикаты жоқ құрамында. Светлый болып тұрса. Фиолетовый көк болып тұрса, химикаты бар деген сөз. Көрдіңіздер ма? Фиолетовый көк болып тұр, значит, химикаты бар. Көрініп тұр ғой, неке? Лакмусная бумага деген бар біздерде, неден Каспийдан алдырттым. Бұл өнімнің табиғи немесе қоспасы бар екен анықтайтын қағаз. Бұны біреуін аламыз. Егер қағаз сары болып қалса, это табиғи қоспасы жоқ деген сөз, химикат жоқ. Қағазымыз осындай болып түстерін өзгертсе, это значит химикаты бар. Екеуіне деп саламыз. Салып, давайте. Неке, сіздерде көрініп тұрма, астына түсіп кетті. Сапсар, бұл Greenleaf компаниясының шампуні. Неке, сапсары болып тұр, көрініп тұр ғой. Мынау жаңағы LC шампунь. Темна жасыл болып тұр, жасыл. Бұл не деген сөз? Бұл құрамында химикат бар деген сөз. Біздің шампуньда құрамында бір түйір химикат жоқ деген сөз, достар.